Сәлем қыздар, бүгін сіздермен самса түюдің бірнеше әдісімен бөлісетін боламын. Бұл бірінші әдіс. Алдымен қамырымызды осылай бір-екі айналдырып жайып алғаннан кейін, ортасынан шетіне қарай қамырымыздың шеттерін жұқартып жаямыз. Салмамызды салып, қамырымызды осылай бір-біріне жабыстырып шығамыз. Енді осылай қамырымыздың ұшын басып, басқан жерімізді осылай қайтарып отырамыз. Ұшын арт жағына қарай қайтарып, қамырға жабыстырып жібереміз. Осы біздің бірінші әдіс. Тағы да бір рет көрсетейін. Қамыр менде ұйғыр самсасына арналған үгітілмелі қатпарлы қамыр рецебін видеоның описаниесіне тағы да қалдырам. Негізі менің YouTube каналымда ұйғыр самсасының рецебі бар. Бұл екінші түю әдісі. Бұл жерде бізге екі қамыр керек болады. Мысалға, алдыңғы түю әдісінде қамырдың граммы 45 грамм болатын болса, бұл жерде астыңғы қамыр 25 грамм, үстіңгі қамырды 20 грамм етіп аласыздар. Үстіңгі қамыр астыңғысынан кішіректеу болу керек. Осылай жайып алғаннан кейін салмасын салып, шеттерін жабыстырып шығамыз. Алдыңғы түйгендегідей қамырымызды басып, басқан жерімізді осылай қайтарып отырып, айналдыра түйіп шығамыз. Бұл үшінші түю әдісі. Қамырымызды жұқалап жайып аламыз, салмамызды салып, үш бұрышты етіп біріктіріп шығамыз. Біріктірген жерін алдыңғы түю әдісіндегідей қайтарып түйіп шықсаңыздар болады, немесе осы күйінде қалдырсаңыздар да болады.
Бұл 4-ші түйу әдісі өрілген самса деп айтады. Видеода қалай түйілгені түсінікті деп ойлаймын. Бұл 5-ші түйу әдісі, дәл 1-ші түйу әдісі секілді, бірақ бұл жерде біз самсамызды отырғызып қоямыз. Яғни өрілген жері үстінде тұрады. Қазір видеода қалай екенін көрсетемін. Осымен өзімнің білетін самса түйу әдістерімен бөліскен видеом тамам. Сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Маржан. Ас болсын.